Баршаңызға сәлем. Астро әлем арнасына қош келдіңіздер. 2026 жылдың шілде айына арналған жұлдыз жорамалды ұсынамын. Тоқтылар өткен уақытта көп еңбек етті, ал шілде айында сол еңбегінің көптен күткен жемісін көреді. Алайда қызғанышпен қарайтын адамдар мен ниеті дұрыс емес жандардан сақ болған жөн. Олар жеңісіңіздің қуанышын көлеңкелеуге тырысуы мүмкін. Сондай-ақ жетістікке жету жолында бәсекелестеріңіздің әрекеттерінен туындайтын кедергілер кездесуі ықтимал. Айдың ортасына қарай сырт келбетіңізді өзгертіп, спортпен айналысып, өзіңізді жақсы қалыпқа келтіруге деген ниет пайда болады. Егер көптен бері өзіңізге түбегейлі өзгеріс жасауды армандап жүрсеңіз, дәл қазір соған қолайлы уақыт. Ал маңызды шешімдер мен батыл қадамдарды шілденің екінші жартысына қалдырған дұрыс. Бұл кезең саяхатқа шығуға, жаңа жобаларды бастауға және жаңа жауапкершіліктерді мойныңызға алуға өте қолайлы болады. Шілде айында тым тартымды ұсыныстарға сақтықпен қараңыз. Алаяқтардың құрбаны болып қалу қаупі бар. Оңай табыс сізге арналмағанымен, егер сізге қосымша жұмыс немесе жауапты міндет ұсынылса, одан бас тартпаңыз. Бұл сіз үшін тиімді мүмкіндік болуы мүмкін. Егер көптен бері басшылық пен жалақыны көтеру немесе қызметте өсу туралы сөйлесуді жоспарлап жүрсеңіз, бұл үшін қолайлы кезең. Торпақтарды шілде айында әсерлі сапарлар, достармен жағымды кездесулер және романтикаға толы сәттер күтеді. Жалғыз жүрген торпақтардың болашағы бар романтикалық таныстыққа жолығуы мүмкін. Ал отбасылы жандар бұрыннан жиналған өкпе-реніштерді даналықпен шешіп, қарым-қатынастарын нығайта алады. Жұмыста бәрі тұрақты әрі сәтті болады. Дегенмен мансапта үлкен өзгерістер немесе күрт өсу күтуге әзірге ерте. Егер жұмысыңыздың сапасына ерекше көңіл бөлсеңіз, ай соңында қомақты сыйақы алу мүмкіндігі жоғары. Қаржы жағынан күтпеген шығындар туындауы мүмкін, бірақ олар денсаулыққа байланысты болады. Денсаулыққа келсек, құлақ, мұрын және тамақ ауруларына шалдығу қаупі бар. Сондай-ақ тіс мәселелері де асқынуы мүмкін. Өз бетінше емделуге тырыспай, уақытында дәрігерге қаралған дұрыс. Әсіресе созылмалы ауруларыңыз болса, оларды назардан тыс қалдырмаңыз. Егіздер үлкен өзгерістердің табалдырығында тұр. Сіз бұл өзгерістерді көптен күттіңіз. Енді өзіңізді де, өміріңізді де өзгертуге дайын болыңыз. Жаңалықтар мен өзгерістерге беріліп кетсеңіз де, отбасыңызға уақыт бөлуді ұмытпаңыз. Ашық әрі шынайы болсаңыз ғана жанжалдардың алдын аласыз. Ал жалғыз жүрген егіздердің жеке өмірінде жағымды өзгерістер орын алуы мүмкін. Қаржы мен жұмысқа қатысты асығыс әрекеттерден сақ болған жөн. Ақша табудың кез келген жолын іздеуге немесе ойланбастан қаржы жұмсауға асықпаңыз. Әріптестермен келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Сондықтан шешім қабылдарда сабыр сақтаңыз. Егер қазіргі жұмысыңыз көңіліңізден шықпаса, жаңа істі бастауға немесе басқа жұмысқа ауысуға мүмкіндік туады. Денсаулығыңызға ерекше назар аударыңыз. Шілде айы сіз үшін жарақат алу қаупі жоғары кезең. Көлік жүргізгенде өте мұқият болыңыз және экстремалды спорт түрлерінен уақытша бас тартқаныңыз жөн. Сонымен қатар жұқпалы ауруларға шалдығу қаупі де жоғары. Шаян. Шілде айы шаяндар үшін саяхаттар мен қызықты оқиғаларға толы болады. Сондықтан бұл кезең эмоцияға бай, әсерлі ай ретінде есте қалмақ. Романтикалық таныстар орын алып, берік жаңа қарым-қатынастар басталуы мүмкін. Жақын адамдарыңыздан тосын сыйлар мен сыйлықтар алуыңыз да ғажап емес. Дегенмен әр нәрсенің өз бағасы бар. Сондықтан шілде айында шаяндарға маңызды таңдау жасауға тура келеді. Демалысқа шығу немесе сол демалысқа қаражат табу үшін жұмыс істеу. Қызметте бәрі сәтті әрі табысты болады. Тіпті еңбек демалысына шығудың өзі орынсыз болып көрінуі мүмкін. Бірақ қандай шешім қабылдасаңыз да, соңында оған риза боласыз. Астрологтар
бұл айда ешкімге қарызға ақша бермеуге кеңес береді. Себебі айдың соңына қарай өзіңізге қомақты қаражат қажет болуы ықтимал. Денсаулыққа қатысты жағдай жалпы жақсы болады. Дегенмен тамақтану тәртібіне ерекше көңіл бөліңіз. Тағамнан улану қаупі бар. Сондай-ақ ағаш қорыту жүйесіне байланысты созылмалы аурулар асқынуы мүмкін. Егер өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз және өз бетінше емделмеңіз. Арыстандар үшін шілде айы жоспарланған мақсаттарды жүзеге асыру кезеңі болады. Сіз өз мақсатыңызға нық қадаммен жақындап, ақырындап оған қол жеткізесіз. Бұл ай романтикалық таныстықтар тұрғысынан да ерекше болуы мүмкін. Ал отбасылы арыстандардың жұбайымен қарым-қатынасы үйлесімге толы болады. Дегенмен кейбір сәттерде өз тарапыңыздан көбірек бастама көтергеніңіз дұрыс. Жұмыс саласында жаңа белестерді бағындыруға үлкен мүмкіндіктер ашылады. Басшылық сіздің қабілетіңіз бен тәжірибеңізді жоғары бағалайды. Сондықтан жаңа ұсыныстар мен жауапты міндеттерден қорықпаңыз. Болашағы зор жобаларға қатысып, кәсіби мәртебеңізді және қаржылық жағдайыңызды жақсартуға ұмтылыңыз. Орынсыз шығындардан сақ болған жөн, бірақ жақын туысыңыз қаржылай көмек сұраса, қол ұшын созудан бас тартпаңыз. Денсаулыққа қатысты жағдай жақсы болады. Әсіресе алкоголь мен зиянды тағамдарды шектесеңіз, өзіңіздің әлдеқандай сергек сезінесіз. Артық тамақтану мен ішімдік денсаулыққа қатты зиян келтірмесе де, дене бітіміңізге кері әсер етуі мүмкін. Бикештер үшін шілде айы тұрақтылық пен материалдық жетістікке жетуге мол мүмкіндік береді. Мақсатыңызға жетуге деген табандылығыңыз бен өзіңізге деген сеніміңіз жеткілікті болады. Бірақ өміріңізді тек жұмыспен шектеп, демалыспен көңіл көтеруді ұмытпағаныңыз маңызды. Жалғыз жүрген бикештер үшін жаңа романтикалық қарым-қатынастың басталуына қолайлы кезең туады. Ал отбасылы жандар жұбайының қолдауымен үйді ретке келтіру, жөндеу немесе тұрмыстық мәселелермен айналысу мүмкін. Мансапта жақсы мүмкіндіктер ашылады. Көптен күткен қызметке тағайындалуыңыз әбден мүмкін. Немесе бұрыннан бергі сүйікті хоббиіңіз күтпеген табыс әкеледі. Дегенмен қаржылық жағдай ай бойы бірқалыпты болмайды. Шілденің ортасында шығындарыңыз табысыңыздан асып кетуі де мүмкін. Бірақ айдың соңына қарай жағдай қайта тұрақталады. Денсаулығыңызға ерекше көңіл бөліңіз. Әсіресе қалқанша безіне қатысты мәселелер туындаса, дәрігерге қаралуды кейінге қалдырмаңыз. Сондай-ақ жүйке жүйесінің шаршауының алғашқы белгілері бас ауруы, қан қысымының құбылуы және мазасыздық байқалуы мүмкін. Таразы. Шілде айы таразылар үшін қорытынды шығаратын кезең болады. Жыл басынан бергі алға қойған мақсатыңызға жету үшін жасаған барлық еңбегіңіздің нәтижесін көресіз. Егер жеке өміріңізді реттеуге күш салсаңыз, тағдыр сізге лайықты қарым-қатынас сыйлауы мүмкін. Ал егер жаңа жұмыс іздеген болсаңыз, көңіліңізден шығатын тамаша мүмкіндік табылады. Егер бұрыннан бар қатынасыңызды аяқтағыңыз келсе, астрологтар асықпауға және серіктесіңізге тағы бір мүмкіндік беруге кеңес береді. Қаржылық жағдайыңыз жақсарады. Табысыңыздың артуы немесе еңбегіңізге лайық сыйақы не сыйлықақы алу ықтималдылығы жоғары. Демалысқа шығуға уақыт табу қиын болуы мүмкін. Өйткені жаңа жұмыс міндеттері пайда болып, кәсіби беделіңізді нығайтуға күш саласыз. Бірақ бұл кезең болашақ сапарларыңызға қаражат жинауға мүмкіндік береді. Денсаулығыңызға көңіл бөлгеніңіз жөн. Айтарлықтай қиындықтар күтілмегенімен, жұмысқа толы өмір салты мен демалыстың аздығы ағзаға салмақ түсіреді. Сондықтан дұрыс тамақтануға мән беріп, кем дегенде аптасына бір рет спортпен айналысқан пайдалы. Саршаяндарды қызу оқиғаларға толы ай күтіп тұр. Өз орныңызды дәлелдеу үшін көп еңбек етіп, бар күшіңізді жұмысқа жұмсауға тура келеді. Бұл жұбайыңызбен және балаларыңызбен қарым-қатынасқа әсер етіп, кейбір келіспеушіліктерге себеп болуы мүмкін. Мұндай жағдайдың алдын алудың ең тиімді жолы өзіңізге қажетті өзгерістерді өзіңіз бастап енгізу. Жалғыз жүрген шаяндардың өмірінде қызықты таныстық
болуы ықтимал. Сіздің қызығушылықтарыңыз бен өмірге деген көзқарасыңыз ұқсас адам жолығып, болашақта тағдырыңызбен байланысты жанға айналуы да мүмкін. Жұмыс барысында барынша күш салуға тура келеді. Кейбір маңызды мәселелерді шешу үшін табандылық пен даналық қажет болады. Көңіл көтеруге байланысты күтпеген шығындар қаржылық жағдайыңызды әлсіретуі мүмкін. Сондай-ақ алаяқтардан сақ болып, жақын ортаңыздағы адамдардың әрекеттеріне мұқият болған жөн. Өйткені алдану қаупі бар. Денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Шілде айында өкпе мен жүрек әлсіз тұстарыңыз болуы мүмкін. Сонымен қатар жазғы жеңіл суық тиюдің өзін елемеуге болмайды. Себебі ол бұл жолы ұзаққа созылатын жөтел сияқты асқынуларға әкелуі ықтимал. Мерген. Шілде айында жұлдыздар мергендерге адамдармен көбірек араласуға, ескі байланыстарды нығайтуға және ішкі үйлесімдікті сезінуге барлық мүмкіндіктерді береді. Бұл кезеңде шынайы махаббатыңызды кездестіруіңіз мүмкін, ал отбасылы мергендердің жұбайымен қарым-қатынасы өзара түсіністік пен жылулыққа толы болады. Бірлескен іс бастаған дұрыс. Мысал, үй жөндеу жұмыстарын қолға алу немесе бірге саяхатқа шығу. Жұмыста әрбір қадамыңызды мұқият жоспарлау маңызды. Әсіресе қызметіңізде жоғарылауды көздесеңіз, егер жеке бизнесіңіз болса, шетелдік серіктестермен ынтымақтастық орнатуға өте қолайлы кезең. Қаржы мәселесіне алаңдаудың қажеті жоқ. Жағдай тұрақты болады. Тек барлық ақшаңызды қажетсіз, бірақ көз тартатын заттарға жұмсап жіберуден сақ болыңыз. Денсаулыққа келсек, ас қорыту жүйесіне ерекше көңіл бөліңіз. Сондай-ақ теріге қатысты мәселелер мазалауы мүмкін. Тамақтану тәртібін қайта қарап, ағзаны зиянды заттардан тазартуға көмектесетін дәрумендер кешенін қабылдау пайдалы. Тауешкі. Шілде айы тауешкілер үшін оңай болмайды. Бұрыннан қалыптасқан қарым-қатынастар сынға түсіп, оларды сақтап қалу немесе түбегейлі аяқтау туралы маңызды шешім қабылдауға тура келеді. Астрологтар бұрынғы жақындықты қайта жандандыруға тырысуға кеңес береді. Бұл үшін романтикалық кездесу ұйымдастыру немесе бірге саяхатқа шығу жақсы нәтиже беруі мүмкін. Ал жалғыз жүрген тауешкілерге асықпаған жөн. Сіздің жаныңызда сізге қызығушылық танытып жүрген адам бар. Оған өз сезімін білдіруге мүмкіндік беріңіз. Жұмысыңыздағы еңбегіңізді басшылық жоғары бағалайды. Бұл әріптестер арасындағы беделіңізді арттырып қана қоймай, басқа жұмыс берушілердің де назарын аударады. Сондықтан бәсекелес компаниялардан жаңа ұсыныстар түсуі мүмкін. Қаржылық жағдайыңыз тұрақты болғанымен, ірі сатып алуларды күзге қалдырған дұрыс. Қазіргі уақытта өзіңізге жасайтын ең тиімді инвестиция біліміңізді жетілдіру және жаңа дағдыларды меңгеру. Денсаулыққа қатысты буындар, сүйек жүйесі, тізе мазалауы мүмкін. Бұл тауешкілердің әлсіз тұстарының бірі. Сондықтан ауыр физикалық жүктемелерден аулақ болып, күннің астында ұзақ уақыт жүруден сақтанғанын жөн. Су құйғыш. Шілде айы су құйғыштар үшін нағыз жұлдызды кезең болмақ. Бұл айдағы жетістіктеріңіз өзіңізді де таңғалдырады. Егер алыстағы елге саяхаттауды армандап жүрсеңіз, арманыңыз орындалуы мүмкін. Ал көптен бері жылжымайтын мүлік сатып алуды жоспарлаған болсаңыз, оған да мүмкіндік туады. Алайда махаббат мәселесінде абай болған жөн. Астрологтардың айтуынша, шілде айы бұл салада аса сәтті болмайды. Өтпелі сезімді шынайы махаббат деп қабылдап, қателесу қаупі бар. Сондықтан асығыс шешім қабылдамаған дұрыс. Ең үлкен жетістіктеріңіз жұмыс пен мансапта байқалады. Табысыңыз артып, тиімді ұсыныс алуыңыз немесе пайдалы келісімшартқа қол қоюыңыз мүмкін. Бұл айда қарыз алмауға, несие рәсімдемеуге және ірі сатып алуларды кейінге қалдыруға кеңес беріледі. Денсаулыққа келсек, жүйке жүйесіне ерекше көңіл бөліңіз. Демалудың тиімді тәсілдерін меңгеріп, тыныс алу жаттығуларымен айналысу пайда болады. Егер эмоциялық күйзелісті өз бетінше жеңе алмасаңыз, маманның көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Балықтар.
Шілде айында балықтарды ерекше шығармашылық шабыт күтіп тұр. Осы кезеңде жалғыз жүрген балықтар болашақта өмірлік серігіне айналуы мүмкін, қызықты адаммен танысуы ықтимал. Ал отбасылы балықтарды бірге шығаратын саяхат немесе романтикалық кеш күтіп, олың қарым-қатынастарына жаңа серпін береді. Бұл айдағы қаржылық тұрақтылық сіздің ұқыптылығыңыз бен іскерлігіңізге байланысты болады. Қосымша табыс табуға мүмкіндік туады. Шығармашылық пен өнерге қатысты жобалар рухани да, материалдық та пайда әкелуі мүмкін. Дегенмен ешкімге қарызға ақша бермегеніңіз дұрыс. Өйткені қаржылық алаяқтықтың құрбаны болу қаупі бар. Сондай-ақ шілде айында ірі сатып алуларды жоспарламаған жөн. Денсаулыққа қатысты жүйке жүйесінің шаршауы, күйзеліс пен эмоциялық қажу байқалуы мүмкін. Оның алдын алу үшін күн тәртібіңізді қайта қарап, спортпен айналысуға немесе кем дегенде таза ауада тұрақты серуендеуге уақыт бөлгеніңіз абзал.